Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін балды торт жасаймыз. 100 грамм балымызды осылай водяной баняда ертіп аламыз. Маған лайк басып тіркеліп отырыңыздар. 1 шай қасық сода саламыз, жақсылап араластырамыз, езілгенше. Міне осылай. Водяной баняда істесеңіздер болады, немесе плитаның төменгі көзінде істесеңіздер болады. Сосын 150 грамм сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай. Жақсылап бәрі езілгенше толығымен. Міне менде осы жерде толық езілді. Ана кішкене комочектар қалды, қазір олар езіледі. Болды. Толық езілгеннен кейін жаңағы балды массамызды суытып қоямыз да, мына жерде бөлек ыдысқа 5 жұмыртқамызды жақсылап еземіз, осылай көбіршіктенгенше. Сосын 150 грамм қантымызды бөліп саламыз. Міне осылай бөліп саламыз, еземіз. Тағы да көп еземіз, жақсылап көп еземіз. Сосын 190 грамм ұнымызды бөліп саламыз. Бірден емес, бөліп асықпай араластырамыз. Сосын астынан үстіне қарай массамыз түсіп кетпеу керек. Осылай асықпай араластырамыз, астынан үстіне. Бөліп салып аламыз. Сосын жаңағы суып тұрған массамызды құямыз. Міне менде осылай шықты. Екеуін араластырамыз жақсылап. Алдын ала духовкамызды қосып қоямыз, 180 градуста. Сосын пергаментке құямыз. Толығымен құя салсаңыздар болады, бір пергаментке. Коржымыз пісқанша кремін дайындаймыз. Қаймақ 500 грамм, 20%, 50 грамм қант жақсылап езіп аламыз. Міне менде корж дайын болды. Қаймақ пен қантты араластырып, крем ретінде жағып жатырмын. Міне коржым дайын. Тортымды жинап жатырмын. Өтте дәмді торт. Бір рет істесеңіздер, істей бергілеріңіз келеді. Сондықтан істеп көруге кеңес беремін. Қалған шет-шетіне қиып алған корждарды блендермен езіп, үстіне жаға саласыздар. Себе саласыздар. Міне тортымыз дайын. Не кеңіздер. Істеп көріңіздер. Пікір қалдырыңыздар. Жұмсақ міне көрініп тұр ғой, кескенде де. Үлпілдеп тұр. Ас болсын. Көп рахмет. Келесі кездескенше.